Жеті қарға ертегісі. Ертеде бір қойшының 7 ұлы болыпты. Әйелі екеуі бір қыздары болуын қатты армандапты. 7 ұлдан соң көптен күткен қызы дүниеге келгенде, олар қатты қуанады. Шақалақ өте кішкентай әлжуаз болады. Кірпігін әрең қимылдатып жатады. Әкесі рәсім бойынша қызды шоқындыру үшін ұлдарының бірін су әкелуге құдыққа жұмсайды. Қалған 6-ы да әлгі ұлдың соңынан ере жүгіреді. Ағайындылар суды бірінші болып тартып шығаруға ұмтылады. Олар бірін-бірі күймелеп таласып жүріп, қауғаны құдықтың ішіне түсіріп алады. Қанша әуреленгенімен қауғаны ала алмайды. Бірақ ешқайсысы да үйлеріне сусыз барғылары келмейді. Ұлдарын күте-күте шыдамы таусылған әкесі: "Сірә мынау әңгүдік балалар берілген тапсырманы ұмытып тағы да ойнап кетті-ау" деп үйде ашуға булығады. Ақыры шыдамы әбден таусылған ашуланған әкесі: "Ендеше келмесеңдер бәрің қарға болып кетіңдер" деп айқай салып қарғайды. Әкесі соңғы сөзін айтып бола бергенде, кенеттен төбесінде ұшқан құстар қанатының сусылы естіледі. Жоғары қараса төбесінде 7 бірдей қарғаның айнала ұшып жүргенін көреді. Әкесі мен шешесі осылайша әп-сәтте 7 бірдей ұлын құсқа айналдырып жоғалтқандарына қатты өкінеді. Жылап еңірегенмен қолдарынан ештеңе келмейді. Ақыры қолдарындағы кішкентай сүйекті қыздарын жұбаныш етеді. Жалғыз қыз күн өткен сайын құлпырып, жылдар өткен сайын сұлу бойжеткенге айналады. Әке-шешесі оған 7 ағалары туралы ештеңе айтпайды. Bir күні ол көршілердің әңгімесін кездейсоқ естіп қалады. Олар қыздың сұлулығына тамсана әңгімелейді. 7 ағасының басына түскен бақытсыздықты айтып, оған қызды кінәлайды. Мұны естіген қыз үйіне жүгіріп келіп, әке-шешесінен көршілердің айтқаны рас па, өтірік пе деп сұрайды. Ата-анасы қызына барлық жағдайды айтуға мәжбүр болады. Бойжеткен ағаларын қатты ойлайды. Ағалары күні-түні ойынан шықпайды. Әке қарғысын қалай қайтарып, ағаларын қалай құтқаратын амал іздейді. Ақыры ол бір күні әке-шешесіне білдірмей үйден шығып кетеді. Не болса да ағаларын іздеп тауып, оларға тиген қарғыстың күшін қайтармақ болады. Әке-шешесіне еске түсіру үшін белгілі бір зат ретінде кішкентай сақина мен қарны ашқанда жемек болып нан алып кете береді. Қыз ұзақ жүреді. Жүре-жүре ақыры жердің ең шетіне жетеді. Ол мұнда күнді көреді. Күннен ағаларының тағдыры туралы сұрамақшы болады. Бірақ күн таяй бергені сол еді. Өте ыстық әрі қорқынышты бола түссе. Айды көрген қыз айдан сұрамақ болып енді соған қарай жүгіреді. Бірақ оның да түрі сұп-сұр, түнеріңкі әрі ызалы екен. Қыз айдан да ұзай береді. Жымыңдаған мейірімді жұлдыздарға жетеді. Олардың ішіндегі ең ересегі әрі сұлуы шолпан жұлдызы. Қыздың асықпай тыңдап, оған бір әдемі кілт береді. Сөйтеді де былай дейді: "Осы кілтке ие бол. Бұл кілт болмаса ағаларың ұзақ жылдар қамалып жатқан әйнек тауының құлпы ашылмайды." Қыз жұлдыздарға рахметін айтып, кілтті қол орамалына түйіп алады, әрі қарай әйнек тауды іздеуге аттанады. Қыз шолпан жұлдызы айтқан ғажайып тауға жеткенше көп күндер мен түндер жүреді. Ақыры кілтті алмақ болып орамалдың бүктеуін жасса, ішінде ештеме жоқ. Кілт түсіп қалған екен. Ол мейірімді жұлдыздардың сыйлығын жоғалтып алғанына қатты өкінеді. Енді не істеу керек? Қыз өкініштен еңіреп көзінің жасын көлдетіп жылай беріпті. Қыздың көзінен аққан ыстық жас әйнек тауға тиген кезде
таудың қақпасы ашылып кеңіткен екен. Қыз қақпадан өтіп әйнек таудың ішіне кіреді. Сол кезде алдынан бір ергежейлі шығады. Иә, бойжеткен, мұнда неғып жүрсің, не іздеп жүрсің деп сұрайды. Жеті ағамды, яғни жеті қарғаны іздеп жүрмін. Қарғалар үйде жоқ депті сонда ергежейлі. Егер олар келгенше күтем десең, осында тұр. Ергежейлі қарғаларға арнап тамақ әзірлей бастайды. Әзір болған асты 7 табаққа бөліп салып, қарындасы олардың әрқайсысынан бір шыны ауыз түйеді. Әр кеседен бір ұрттайды. Сөйтеді де ең соңғы кесеге үйінен алып келген жүзікті тастап жібереді. Кенет ауаның суылы, қанаттардың суылы естіледі. Әнекей, қарғалар үйге қарай ұшып келе жатыр, дейді ергежейлі. Бойжеткен ағаларынан жасырынып отырып қалады. 7 бірдей аш қарға ұшып келіп, өздерінің табағындағы тамағын жеп, кеседегі сусындарын іше бастайды. Сонда олар бір-біріне менің табағымнан тамақ кім жеген, менің кесемнен кім су ішкен деп сұрайды. 7-ші қарға суын ішіп тауысқан кезде кесенің түбінде жатқан жүзікті көреді. Бұл жүзікті өз анасынікі екенін тани қойған қарға: сүйінші бауырларым-ау, мұнда біздің қарындасымыз келген екен ғой. Енді біздің басымыздағы қарғыстың күші жойылатын болды деп қарқылдап жібереді. Мұны естіген қыз атып тұрып, қарғаларға ұмтылады. Осы сәтте қарғалардың күші жойылып, қара қарғалар қайтадан адам қалпына енеді. Олар да жан-жақтан жүгіріп жетіп сұлу қарындастарын сүйе береді. Содан бақыттан жүздері бал-бұл жанып, барлығы аман-есен үйлеріне оралып, әке-шешесіне аман-есен оралып, бақытты да баянды ғұмыр кешкен екен.